Павлодар облысында тасқын қаупі сейілді, жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Қарғын судан ең көп зардап шеккен Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылындағы төтенше жағдай режимі алынып тасталды. Бұған баспаналардағы судың сорғызылып қалыпқа келе бастағаны себеп. Мамандар тасқын қаупін азайту үшін сыйымдылығы 200 мың текше метр су сиятын қазан шұңқыр дайындаған. Соның арқасында ауылдың бір бөлігі судан аман қалды. Қазір су тоқтатылды. Қазіргі уақытта суды қауіпсіз аймаққа айдау жұмыстары жүргізіп жатыр. Қазір насосный станциялар жұмыс істеп жатыр. Осы күндері бізге елге көмектесіп, жаңағындай жұмыс атқаруға, қаптарға құм тиеп, жаңағындай дамбаларды құруға бәріне көмектескен әскери бөлімінің қызметкерлері көмектесті. Осы жергілікті тұрғындардың атынан сол көмектескен адамдарға біз алғысымызды білдіреміз. Айта кетейік, Жалаулы ауылында 14 үйді су басқан. Қазір мамандар шығын көлемін шамамен 48 миллион теңге деп болжап отыр. Ал баспанасы жарамсыз болып қалған тұрғындарға 5 жаңа үй салынбақ. Қалған баспаналарға күрделі жөндеу жасалынады. Міне 10 күн бүгін суда тұрған үйдің осы ұзын көшенің бойы түгел суда. Келіп көмек болмай жатыр деп айтпаймын, болып жатыр. Судың беті аздап деңгейі қайтқан сияқты. Әне үйім, ол жерге біз бара алмаймыз, оған болотный етік жарамайды, ұзын костюм керек.